Демографиялық өсім бұл халық санының артуы, яғни дүниежүзілік тұрғындардың санының белгілі бір уақыт ішінде көбеюі. 2025 жылы дүниежүзі халқы шамамен 8,2 миллиард адамға жеткен. Қазіргі әлемде халық саны жылына шамамен 70-90 миллион адамға өседі. Бұл шамамен 0,8-0,9 өсім көрсеткіш. Өсу қарқыны өткен ғасырмен салыстырғанда азайды. 1960 жылдары ол 2 асып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2050 жылға қарай әлем халқы шамамен 9,7 миллиардқа жетеді. Халық санының өсуі Азия мен Африка елдерінде байқалады. Бұл өңірлерде туу көрсеткіші жоғары. Жұмыс күшінің көлемі мен экономикалық өсу халық санына тікелей байланысты. Кірістер мен инфрақұрылым дамуы үшін халық өсуі елеулі рөл атқарады. 2080-2100 жылдар аралығында халық саны 12-14 миллиардқа дейін өсуі мүмкін. Өсу қарқыны өткен ғасырмен салыстырғанда азайды. 1960 жылдары ол 2 асып кеткен. 1800 жылы халық саны тек 1 миллиард болса, 200 жыл ішінде ол 8 есе өскен. Қазіргі таңда жер шарының халқы шамамен 8,2-3 миллиард адамды құрайды, және әр жылы оны шамамен 70 миллион адамға дейін арттырады.